Армысыз көрермен, сіздермен бірге рухани, тарихи, пайдалы контенттің дамуын қалайтын Саке Лайф арнасы. Арнаға тіркеліп қолдауды ұмытпаңыз. Бүгін біз Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың қызы Гаухарана жайлы айтатын боламыз. Ал ендеше назарыңызды бізге салыңыз. Гаухарана Түркістан қаласының оңтүстік шығыс жағында орналасқан, яғни шет жағында Шәуілдір жолына барып жатқан жолда. Және де қаланың ішінен 9-шы бағыт соның дәл алт жағынан өтеді. Сол көшеден ары қарай бізбен бірге болыңыздар, бірге барамыз. Бүгінгі біздің бейнеролик түсірімізге Әмин бауырымыз көмектесетін болады. Әмин, сәлем жолдап қойсаң. Сәлем достар, қалайсыздар? Аялдамадан түскеннен кейін мына Шәуілдірге кететін жолдан ішке қарай оң жақта 200-300 метрдей кіресіз. Гаухарана Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың қызы. Аңыз әңгімелерге сүйенсек, ол кісі өте ерекше емшілік қасиеті бар жан болған. Және де Гаухарананың туған және қайтыс болғандығы жайлы нақты мәлімет жоқ. Жобамен шамамен 1122-1124 жылдар арасында туып, шамамен 1187-1197 жылдары дүниеден озған деген жорамал бар. Гаухарананың жұбайы Әлқожа ата, ал Әлқожа ата қара сүйір руынан шыққан деседі. Ал қара сүйір руы жайлы біздің алдыңғы Яссауи бабамыздың ұлы жайлы көрсеткен бейнеролигіміздегі нұсқадан естісеңіздер болады. Гаухаранадан ұрпақ болмаған, ал Яссауи бабамыз қызына еміңнен жазылған адамдардың бәрі сенің балаларың деп қызын жұбатқан екен. Гаухарана кесенесі 12-14 ғасырларда салынған. Және де Совет өкіметі кезінде ол мүжіліп, жартылай қирап, оны кейіннен Нұрғали есімді кісі өзінің түсінде аян алып, сал деген дауысты естіп, осы кесенені қайта тұрғызып, сол жерде шырақ жағылған. Кесене 2015 жылы қайта жөндеуден өткен. Қазіргі таңда кесененің жан-жағы абаттандырылып, гүлзарлар егілуде. Кесененің маңында түрлі ауруларға ем болатын құдық суы бар. Құрметті ағайын, мына өздеріңіз көріп отырған талда әртүрлі маталар ілулі тұр. Бұраулы шүберектер десек те болады. Бұл шүберектердің қойылуы тегінен тегін емес, жел болмаса шөптің басы қимылдамайды. Біздің ата-бабаларымыз әрбір ісін бостан-бос жасамаған. Және де осы бір нәрсеге келетін болсақ, бұл матаға кезінде тиын орап қоятын болған. Ол тиынды алыстан сапарлатып келетқан кісі, ғарып кісі өзінің керегіне жаратып пайдаланатын болған. Там бір нұсқа бар. Ол нұсқа бойынша сапар кезінде жаяу жүргендіктен алыс сапарларда адасып кетпес үшін әрбір жерде белгі болған. Және де сол маңдарда су бар жерлерде болған. Осындай қысқаша мәлімет. Отанды сүю иманнан, ал отанын сүйетін адам оның тарихын және де ол тарихты жақсы жағынан көрсеткен ұлы тұлғаларын білуге міндетті түрде тиіс.
Достар, зиярат жасау адамға өте бір үлкен сондай бір керемет әсер сыйлайды. Өте беріңіздер. Сондықтан да әрбір жаңағыдай өткендерімізді, жақсы кісілердің қабірін, жатқан жерін зиярат жасау біздің ата-бабадан келе жатқан дәстүр десек те болады. Сол себептен де Алла тағала баршаңызға жақсы жерлерде жүруді және де жақсы ниет амалдарды қабыл қылсын, зияраттар қабыл болғай. Мына бір жерде келген зияратшылар қапшанға отырып, шай тамағын ішіп, арқайын еркін не қылса болады. Осы жерге келген зияратшылар өзінің тамағын істеп, шайын ішеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху аллази ла илаха илля ху, алимул гайби ваш-шахадати хуар-рахманир-рахим. Аллахул халиқул бариул мусаввирул лахул асмаул хусна. الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن الذي جعل أمتي سيد المرسلين يا ربنا كريم يا жаратушым. Осы оқылған аят кәримадан болған сауапты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху рухына, ол кісінің артынан келген отбасына, сахабаларына, адам-атадан бері келген 24 пайғамбар әнбиелер машайықтардың рухына, ел жерінде өткен ата-баба әжелердің рухына, жетім жесір хақымыздың рухына, және де арнайы түрде осы Құранның оқылуына себепкер болған осы Гаухар анамыздың рухына ұшады. Жатқан жерін жайлы, топырағын торға иман саламат қыл, осы кісінің жақсы қасиеттерінен біздерге де нәсіп еткейсін. Осы келіп отқан кісілердің зияраттарын баршасын қабыл қылып, қандай да бір арман ниет мақсат осы өзің жеткізгейсін. Раббана афирни ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб. Валлаху а'лам.